Баршаға сәлем, сіздермен бүгін күнделікті ішіп жүрген күріштен жасалған ашытпа көже жасаймыз. Бұда тек ашытпаны күріштен емес, перловка де жасаса да болады. Перловканы бір күн бұрын суға салып қойып, қайнатып жасаса да болады. Бірақ біз күріштен жасап ішеміз үйде. Суымызды құйып, газға қойып қайнатып аламыз. Тұзымызды салып, оған күрішімізді саламыз. Күрішімізді жуып, тазалап, салып, қайнатып аламыз. Көбіктерін алып тастаймыз. Неге? Күрішіміз пісіп қалды, неге? Енді осы дайын піскен күрішімізді суытып аламыз. Суытқанда мен қатты мұздатып суытпаймын. Сәл жылы күйінде осылай айранымды құя беремін. Айран ащы айран болса, тез ашытпа көжеміз дайын болады. Неге? Айранымды құйдым. Енді осыны салқындатып қоямыз. Қосымша мен тағы да нан саламын кейде. Сол кезде бір күнде ашытпа көжеміз дайын болады. Осыны енді бір күн холодильникке салып қоямыз. Көжеміз дайын, салқындатып, су орнына ішіп жүріңіздер. Жасап көріңіздер, арнама тіркеліңіздер.